Қазір мәңгілік мұздың құшағында жатқан Антарктида көптеген зерттеушілер мен ғалымдардың назарын өзіне аударуда. Суық құрлық сырын адамзатқа әлі ашпай келеді. Сондықтан ғалымдардың оны зерттеуге деген қызығушылығы басылар емес. Қабыл алыңыздар, бүгін біз сіздермен Антарктидадан табылған сырлы заттар жайлы сөз қозғаймыз. Тікбұрышты айсберг. 2018 жылы НАСА өкілдері Антарктида жағалауында тікбұрыш пішінді ерекше айсберг тапты. Мамандардың айтуынша, пішініне қарағанда мұз сеңі жуырда ғана түбектегі қайраңнан жарылған болуы керек. Мәселен, қатты жел мен теңіз суынан айсбергтің өткір ұштары бұзылып үлгермеген. Оның нақты көлемі әзірге белгісіз. Болжам бойынша диагоналі 1,5 шақырымға дейін жетеді. Қанды сарқырама. Құрғақ алқап аймағындағы Тейлор антарктикалық мұздығынан ағатын қып-қызыл түсті судың ағынын зерттеушілер қанды сарқырама деп атайды. Сарқыраманың мұндай түске боялуы су құрамында темір тотығының көп болуымен түсіндіріледі. Су мұз қабатының кішігірім жарықшағынан ағып жатыр. Мұның қайнар көзі 400 метрлік мұз қабатының астындағы өзен екені анықталған. Сарқырама өзеннен бірнеше шақырым алыста жатыр. Бір қызығы, бұл қайнар көздегі судың ащылығы мұхит суының ащылығынан 4 есе артық. Сол себепті ол -10 градус Цельсийда да қатып қалмайды. Метеорит. Антарктика метеориттерді жинауға өте қолайлы орта. Кез келген басқа жерде ғарыштан түскен қара үйінділер жер бетінде көрінбей қалады. Ғалымдар метеориттердің қалдықтарын тастан айыра алмайды, ал кейде тіпті көрмей де қалады. Өз кезегінде Антарктида мұзбен қарға оранған әппақ құрлық, сондықтан оның бетінде құлаған ғарыш қоқысын бірден байқауға болады. Сонымен қатар мұзды орта метеориттерді жақсы сақтайды. 1976 жылдан бері ақш ғалымдары метеориттерді іздеу бойынша бағдарламалардың аясында Антарктидадан 16 000 данасын тапқан. Ал 2015 жылы ғалымдар Антарктидадан картоп пішінді метеоритті тауып алған. Зерттеулер бойынша ол 2002 жылы Марс планетасынан Антарктидаға құлаған көрінеді. Пирамидалар. Антарктидадан табылған бұл 3 пирамида зерттеушілер арасында бұрыннан танымал. Ғалымдардың айтуынша, пирамидалар табиғаттың ауытқуынан пайда болуы мүмкін. Кейбір зерттеушілер табылған нысандар пирамидаға ұқсас қарапайым тау десе, басқалары бұлар ежелгі замандағы интеллектуалды өркениет құрған 3 пирамидалық құрылым екеніне сенімді. Табылған 2 пирамида немесе пирамидаға ұқсас нысандар жағалауға 16 шақырым жерде, ал үшіншісі оған өте жақын орналасқан. Қорқынышты жаратылыс. Американдық зерттеушілер Антарктида маңындағы 335 метр тереңдікте жан түршіктірер жаңалық ашты. Олар ешбір адам көрмеген таңғажайып жаратылысты тауып алды. Тереңде табылған құртқа ұқсас жаратылысты ғалымдар қабыршақты құрттар қатарына жатқызған. Құрттың пішіні шынымен қорқынышты көрінеді. Ұзындығы 20 см жаратылыстың сескендіретін жағы көзге бірден түседі. Ғалымдар жаратылыс мекендейтін қолайсыз ортаның кесірінен оны әлі толық зерттеп үлгерген жоқ. Видеоны соңына дейін көрген көрермендеріме алғысым шексіз. Сіздерге рахмет. Егер видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал осы Антарктидадан табылған заттар жайлы сіздердің ойларыңыз қандай? Ал егер арнамызға жаңадан тап болып, не болып жатқанын түсінбей жатсаңыз, міндетті түрде қызыл подписаться батырмасын басып, арнаға тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.